Саламатсыздарма, баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге осы МПФ отбасы сайты арқылы пенсионный накоплениедегі суммаларыңызды, артық қаражаттарыңызды қалай өздеріңіз қайтарып аласыздар, қандай мақсатта аласыздар, соны толыққанды түсіндіретін боламын. Бірінші біз МПФ порталға кіреміз. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымызда қанша қаражатымыз бар, соны көріп алатын боламыз. Өзіміздің ЭЦП кілтімізбен кіріп көретін боламыз. Бұл жерде қазақ тіліне аударып сіздерге түсінікті ету үшін міне жеке табыс салығы бойынша бір жылғы ұстап қалу кездегі алуға қолжетімді қаржы сомасы деп шығып тұр. Мінекей 582 теңге, 646 теңге. Осы жерде сізде разницаңыз шығып тұрады. Бұл жердегі ақшаны біз уже снять етіп жатырмыз. Мақсатты түрде жаратып өтінім тастап қойдым мен. Бұны біз зейнетақыға осылай жүктеу деп өзіміз анықтамамызды шығарып аламыз. Егер сіз зейнеткерлік жасқа шығатын болып, осындай қаржыңызды алмасаңыз, сіз МПФ-ке барып өтінім жасасаңыз болады. Сіз пенсия жасына шыққаннан кейін автоматты түрде бұл жерде сіз белгілі бір бөлігін сіздің жасыңызға, порогқа байланысты ғой бұл, жасыңызға байланысты алатын боласыз. Мінекей екі сумма көрініп тұр. Бұл біріншісі 582 дегеніміз, бұл жерде миллион теңге тұруы мүмкін. Миллион теңге тұрса, бұны сіз 10%-ын қаражатты өзіңіздің мақсатты жарататын болсаңыз, 10%-ын сразу ұстап қалады, немесе ай сайын зейнетақы жасына толғаннан кейін ай сайын зейнетақыңыздан ұсталып отырса болады. Частично. Сізге мен осы пенсия жасына жеткен болсаңыз, сразу ұстап қалған тиімді, себебі сіздің зейнеткерлік ақшаңызды ешқандай кем алмайтын боласыз, түгел алып отыратын боласыз. Одан кейін МПФ отбасы банк дегенге кіреміз біз. Осы жерден өтінім тастайтын боламыз. Міне МПФ отбасы KZ порталына кіріп, өзіміздің ЭЦХ кілтімізбен кіреміз. Мен уже өтініштер жіберіп қойдым. Міне менің өтініштерім дегенді көремін. Егер сізге менің ақпаратым пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар каналыма. Мінекей уже запрос тастап қойғанбыз. 3 жұмыс күнінде бұл кісінің қаражаты осы мақсатты түрде үй сатып алып жатыр. Соған белгілі бір бөлігі түсетін болады. Өзі сұраған суммасы. Енді өтінім беру деген бөлікке өтеміз. Осы жерден біз өтінім беретін боламыз. Бұл жерде сіз өзіңіздің қаражатыңызды немесе жұбайыңыздың, жақын туысыңызға беретін болсаңыз, осыны таңдайтын боласыз. Өзіңіз жаратсаңыз, меншікті деп таңдайсыз. Мақсатты таңдаңыз еді. Бұл жерде 5 түрлі мақсат бар. Екінші деңгейлі банктерге берешекті өтеу, отбасы банктегі берешекті өтеу, сатып алу құқығымен шарт жасау бойынша берешекті өтеу, тұрғын үйді сатып алу, құрылыс. Осы 5 мақсаттың біреуін таңдайтын боласыз. Егер тұрғылықты денсаулыққа байланысты құрылыс дейді. Денсаулықты алып тастаған екен биылғы жылы. Міне осы 5 түрлі шарттың біреуін таңдап, сіз мақсатты жарататын боласыз. Бізде үй сатып алу мақсатымен түпкілікті есеп айырысу дегенді таңдап, өтінім тастаған болатынбыз. Міне осыны таңдап, сіз суммаңыз көрсетесіз. Мына жерге миллион болса 1 миллион. Мінекей. Таңдайсыз, төлем кезінде сразу бірден төлесеңіз, бірден төлеймін деп көрсетесіз. Ал егер бірден төлемейтін болсаңыз, 16 жыл бойы сіз 10%-ын жаңағы алатын суммаңыздың 10%-ын ай сайын төлеп отыратын боласыз. Міне, төлем кезінде толық көлемде төлеу дейді. Осылай таңдап жіберетін боласыз.
Сіздер бірінші отбасы банктен счет ашып қойыңыз керек. Бұл запросты жіберместен бұрын. Егер менің ақпаратым пайдалы болып, сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырсаңыздар болады. Қызмет алу бойынша менің жеке WhatsApp нөміріме хабарлассаңыздар болады. Сау болыңыздар.